Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздерге ислам тарихындағы ең мықты қолбасшының бірі, Шешенистанның тәуелсіздігі үшін өмірін арнаған көшбасшы Шамиль жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Шамиль 1797 жылы Авар ауылында дүниеге келген. Шын есімі Әли болған ол, бала күннен аурушаң, әлжуаз болғасын. Туған өлкесінің ырымдарына сәйкес есімін Шамиль қылып өзгертеді. Шамиль сөзі шешен тілінің Шамуел түбірінен шыққан, мағынасы Құдай естіген деген мағынаға келеді. 19 ғасырдағы орыс дерек көздерінде жазылған, әрі Шамильдің өзі айтқан сөзіне сенсек, Шамильдің 5-ші атасы Кавказда өте танымал адам болған. Құмық ұлтынан Әмірхан деседі. Кейбір зерттеушілер бұл дерек көзді ескере отырып, Шамильдің ұлты Құмық деп санайды. Шамиль өзінің бір сөзінде мен қуаты мығым егемен елдерге қарсы келуге батылым бармайды. Себебі мен қарапайым татармын. Бірақ менің жерім, орманым, топырағым мені қуатты елдерден де мықты етеді деген. Оның өз сөзіне қарап арғы тегі татар болғанын аңғаруымызға болады. Шамиль бала күннен өзінің сұсты бейнесімен, ақылдылығымен өз қатарластарынан ерекшеленетін. Кішкентайынан қылыштасу өнеріне қызығып, соғыс өнерінің қыр-сырын меңгерген ол 20 жасқа толған шағында араб тілін, философия, логика саласын толық меңгеріп, ұлтының ең зерек жастарының бірі бола білді. 1801 жылдан бастап Ресей жақын маңдағы елді мекендерді жаулап өздеріне бағынышты етуді қалады. Бірақ 1817 жылдан бастап Шешен, Дағыстан, Татар сынды ислам мемлекеттері Ресейдің әділетсіз шіріген жүйесіне қарсы шығып, әлсін-әлсін әскери қақтығыстар орын ала бастады. Осы соғыстың кесірінен Шамиль досы әрі ұстазы болған имам Ғази Мұхаммедтің білімінен алыстап, уақытының көп бөлігін майдан алаңында өткізіп бастайды. Имам Ғази Мұхаммед болса, сол бір қиын кезде де ислам дінінің таралуы жолында еңбек етіп, өзінің құтқарылуға жолы атты кітабын жазады. Бірақ дін атаулыға жаны қас болған Ресей өкіметі ақыры 1832 жылы Гимри ауылына шабуыл жасаған уақытта шешендердің көсемі әрі имамы болған имам Ғази Мұхаммедті де найзалап өлтіріп тынады. Бұл соғыста ауыр жараланған Шамиль алған жарақатына қарамастан басқа да ұрыстарға қатысатын, әрі сол себепті бұрын алған жарақаттары қайтадан қанап, қатты азап шегетін еді. Имам Ғази Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін шешендерге жаңа көсем таңдау керек болды. Осылайша олардың жаңа билеушісі болып имам Шамиль тағайындалды. Бірақ Шамильді мойындамай оған қарсы келгендер де бар еді. Мәселен 1835 жылы наурызда Хойсубилиттер Шамильді өлтіру мақсатымен Гимриге шабуыл жасады. Бірақ ел арасындағы сөзі өтімді тұлға Шамғал Сүлейменнің араласуымен бүлік тоқтатылады. Шамғал Сүлеймен Шамиль үшін төлем төлеп, кесубилиандықтарға оның өміріне қол соғуға тыйым салды. 1836 жылы ақпанда Шешенстан имамы Ташеп Хаджи 200 адамнан тұратын жасақпен Шамильмен кездесуге Черкейге келді. Сол жылы наурызда олар Дағыстан ауылдарының Игали, Урат, Аракан, Ирганай, Кодух және Унсукул ауылдарына шабуыл жасауға бірге аттанады. 1836 жылдың маусым айының соңында Шамиль, Ташеп Хаджи және Удимулла Койсубули қоғамына басып кіріп, Игали, Керадаре, Балаханы сияқты ауылдарды басып алады. 1837 жылы ақпанда шешендер Ташеп Хаджи, Удимолда, Домбай, Умахан және Өздемир басшыларының шақыруы бойынша имам Шамиль дағыстандықтардың жасақтарымен Шешенстанға келеді. Алайда олардың біріккен жасағы жеңіліске ұшырап шегінуге мәжбүр болды. 1839 жылы 12 маусымда Ахульгі қоршау атты қанды шайқас тағы да орын алады. Шамильді тұрып жатқан ауылымен бірге қоршауға алып, 2 күн бойы үздіксіз шабуыл нәтижесінде ауылды басып алады. Бұл шабуылды сол уақытта көздерімен көргендер былай суреттейді. Күрес өте қорқынышты болды. Оған әйелдер қолына қару алып, ең белсенді қатысты. Балалардың өздері шабуылдап жатқан әскерлерге тас лақтырды. Аналар балаларымен бірге өздерін құлдыққа жібермеу үшін жарға тастады. Ал бүкіл отбасылар өздерінің үйлерінің қирандыларының астында тірідей көмілді. Бірақ берілмеді. Шамиль бұл соғыста қанша жерден мұздай қаруланған Ресей әскерінің қоршауында қалса да, халықтың аз бөлігін қоршаудан аман сау алып шыға білді. Осы ауыр жеңілістерден соң ислам елдері бірлесіп соғысуға бел буып, 1940 жылы Шамиль Шешенстан мен Дағыстанның имамы болып сайланды.
Шамил билікке келе сала екі ел әскерін біріктіріп, қазіргі Дағыстан және Шешенстан елдерінің шекарасындағы орманды алқапта бекініс орнатып, соғысқа дайындық жүргізеді. Олардың күш алуынан сескенген Ресей оларды біржола жойып жіберуге талпынып, 1842 жылы өздерінің әскери жасағын жібергенімен, Шамил өзінің ерекше соғыс тәсілдері арқылы саны басым болса да жау жасағын қырып салады. Сол жылдары Шамил жасағына Ресейден қашып келіп, өз еркімен қосылатын жандардың да саны артқан еді. Бұған себеп озбыр саясат пен қатыгез биліктің кесірі болды. Шамил оларды ешқашан бөліп жармайтын. Небәрі 2 жылда Шамилге 20 мың сарбаз өз еркімен қосылады. Осылайша көп ұлтты жасаққа айналған әскерін бөліп жармаған Шамил шіркеулер салдырып, олардың діндеріне құрмет көрсетіп, олардың жүректеріне жол таба білген. Бірақ арадан 2 жыл өткесін Ресей империясы оларға ауқымды жорығын бастайды. Олардың орналасқан бекіністеріне зеңбірекпен оқ жаудырып, үлкен күшпен басып алады. Олардың ойынша бекініс қолымызға өтсе, барлығы бітеді деп топшылаған еді. Бірақ Шамил еш берілместен басқа жерлерге бекініс орнатып, орман арасынан шабуылдар жасап, жау сарбаздарының ығырын шығарады. Тіптен оның қолға түспестен Ресейге қарсы мойымай шайқасқаны соншалық, алыс жақын елдерге аты шығып, мұсылмандардың мақтанышына айналады. Бірақ Шамилдің бар мақсаты атақ абырой емес, ұлтының амандығы мен исламның хақ жолынан жұртын айырмау еді. Ақыры оны жеңе алмасына көзі жеткен Ресей патшасы оған 1859 жылы хат жолдайды. Ол хатында Дағыстан және Шешенстан халқына тиіспейтінін, олар өз діндеріне Құдайға емін-еркін құлшылық қыла алатынын жазып, әрі өзі де Мәскеу қаласына келіп, патша билігін мойындауын, егер осылай қылса өзі де аман қалатын, әрі Мекке қаласына қажылыққа баруына да кедергі болмайтынын айтады. Осылайша 1817 жылдан бастап ұлты діні үшін бар өмірін арнаған Шамил еліне тәуелсіздік сыйлай алмаса да, сол уақыттағы Ресейдің мысын басып, ұлтына тыныштық сыйлаған еді. Ресей оны имам ретінде Шешенстанды қалдырмай, патшаның қасына Мәскеуге алып кетеді. Шамил бірде Ресей патшасымен бірге жүрген уақытта бір сарбаз келіп, Шамилдің қолынан сүйеді. Бұған таң қалған патша себебін сұрағанда, мен кезінде соғыс барысында бұл кісіге тұтқын болып түскен едім. Кейін бізді абақтыға жапты, бірақ бізге еш уақытта тұтқын ретінде қарамай, жағдайымызды жасайтын еді. Сол себепті бүгін қолынан сүйдім. Себебі ол адамгершілігі мол, әділ тұлға деп жауап берген екен. Тек достары ғана емес, дұшпандары да оны осылай құрметтеуі, оның қаншалықты әділ, мейірімді жан болғанын айғақтаса керек. Шамил 1869 жылы Меккеге баруына рұқсат алып, қажылыққа аттанады. Ол қалған өмірін сол жақта өткізіп, 1971 жылы Мадина қаласында дүниеден озды. Видеоны аса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.